Екінші сынып қазақ тілі сабағы лепті сөйлем 53 сабақ. Бүгінгі сабақтан сен мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайсың және тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрайтын боласың. 10-шы жаттығу оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз, су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ақаюдың қоншығы. Оның енесі. Дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен, деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балбұлақ журналынан. Балалар, енді 10-шы жаттығуға байланысты тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін дүние дегеннің не екені туралы. Мәтінге ат қой. Мәтіннің тақырыбы дүние. Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта. Содан өзің қорытынды жасап көр. Мәтінде шабақтың теңізде өмір сүретін, аюдың мұзды аймақта өмір сүретін және ботаның, түйенің құмды өлкелерде өмір сүретін туралы және әркімнің өзінің мекені, өз дүниесі екені туралы жазылған. Келесі тапсырма, мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз. Сұраулы сөйлемдер, дүние деген не? Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Ал лепті сөйлем, алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. 11-ші жаттығу, мақалдарды қатесіз көшіріп жаз. Мәнін түсіндір. 1-ші мақал, таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. 2-ші мақал, су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. 2 мақалдың мағынасы да судың бізге беретін пайдасы және қасиеттері туралы жазылған. Енді осы мақалдарға байланысты тапсырмаларды орындайық. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Судың адам өміріндегі алатын орны ерекше. Біз сумен шөлімізді қандырамыз және тазалықты сақтай отырамыз. Келесі тапсырма. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер. 1-ші сұрақ. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Су барлық тіршіліктің өмір сүруін қамтамасыз ететін тіршілік нәрі. Сусыз өмір жоқ. 2-ші сұрақ. Адамдар суды ластамау үшін не істеу керек? Адамдармен түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. 12-ші тапсырма. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. 1-ші сурет көктем мезгілі. Өйткені аспанда құстар ұшып, ағаштар гүлдеп жатыр. Ал оның жанындағы 2-ші сурет жаз мезгілі. Гүлдердің барлығы гүлдеген, ал ағаштар жеміс салып тұр. 3-ші сурет күз мезгілі. Өйткені ауланың барлығы сары түске боялып, ағаштардағы жапырақтар жерге түсіп жатыр. Ал ең соңғы сурет қыс мезгілі. Айналаның барлығы аппақ қар. Келесі тапсырма. Қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Күз мезгілі. Күз келді. Ауа райы салқындап қалған. Жыл құстары жылы жаққа ұшып кетіп жатыр. Адамдар да жылы киіне бастады. Диқандар өнімдерін жинап жатыр. Айнала сары түске боялып, қысқа дайындалып жатыр. Шығармашылық үзіліс. 13-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімеле. Аспан көкте жұлдыздар. Жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс бекен. Ол да бізге таныс мекен. Су тіршіліктің өзегі, ақса болар өзені.
Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Ауа өмір нәріміз, тыныстаймыз бәріміз. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Авторы Жақау Дәуренбеков. Балалар, енді осы жаттығуға берілген тапсырмаларды орындайық. Суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы. Сонан соң суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрап жаз. Қандай жарқыраған жұлдыздар, қандай шексіз ғарыш, қандай салқын су, қандай әдемі орман, қандай таза ауа, қандай салқын жел. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер.